Армысыздар, қадірлі көрермен, тікелей эфирде сырласайық. Бүгінгі бағдарламаның тізгіншісі мен Арайлым Жолдаспай және эфиріміздің қонағы тәжірибелі психолог Жанна Сейтқалиева және редактор сценарист Перизат Мырзахмет. Қош келдіңіздер. Бүгін біз күрделі де керек тақырыпты қозғағалы отырмыз. Реніш, оның ішінде ата-анаға деген реніш. Өкінішке орай бүгін жасөспірімдер ғана емес, ересек адамдардың арасында да осы дерт белең алып кетті. Бүгінгі біздің мақсат осы реніштің зардабын ата-анаға деген, ата-ананы болмысымен қабылдаудың маңызын жетеге жеткізіп айту. Жанна ханым, жалпы барлық мәселенің бастауы балалық шақта деп айту қазір сән болып кетті ғой. Жалпы осы әркімнің басынан әртүрлі жағдай өтті. Үлкенді кішілі реніштен бастап терең травмаларға дейін әркімнің басында бар. Бірақ дегенмен де осы ата-анаға деген реніш адамның алдынан қандай кедергілер әкелетінен бастайықшы. Жалпы ата-анаға реніштен адамға келер қауіп қандай ең бірінші? Ата-анаға реніш, мысалы әкесіне реніш болса, адамда ол қаржылық жағы, жалпы қаржымен, ақшадан қорқыныш болады ол адамда. Және қыз бала болса, ер азаматтармен жаңа қарым-қатынас құрудан, жаңа ұзақ да долгосрочный отношение құрудан қорқады. Күйеуге шығудан, откладывать ете береді күйеуге шығуды. Мысалы, и жалпы жұмысында ер адамдар болса қарсы шығып тұрады да, мен конкуренция болып. Кім мықты, давай көрейік, күш сынасайық деген сияқты. Сондай неде болады, ер адамды қабылдамау. Себебі еркек ол папа ғой, ол әке ғой, ең бірінші еркектің образы ол әкесі. Сол әкесіне негативті, жаңа реніш қалып қалса балалық жағынан, сол ересек сезімде сондай әсерін тигізеді. Анасына реніші болса, жалпы әйел адамдармен қарым-қатынасы, енесімен, өзінің қызымен, жұмысындағы әйел адамдармен, соларға реніші болады ол кісіде мысалы. Сол енді бұны қазіргі психологтардың басты несі, кедергісі сол енді. Ары қарай шешімін айта берейін бе? Айта беріңіз. Бұл жерде енді басты нәрсе көп, қазір тренингтер көп болып кетті. Психологтар да көп, Аллаға шүкір көбейе берсін. Бірақ кейбір жерде, кейбір психологтардың енді менің өзім практикама күніне мен 5-6 адам қабылдаймын, келген басқа психологтан келген қыздар айтады, ой, Жанна ханым, көп тренингтер өттім, нәтижесі жоқ деп. Себебі ол жердегі минус нәрсе, ренішті адам жеке жаңа қағазға жазғызады, отқа жаққызады ол қағазды тарсылдатып. Одан шықпайды ол реніші. Ол психологиялық зерттеулер бойынша енді менің бағытым транзактілік анализ, ол халықаралық европалық білім алдым. И бұл жерде бізді үйреткенде адам ол адамға айту керек та, жан дүниесін сырын шығарып, и бұл жерде сразу ақтауға кірісіп кетеді. Құранда айтылған тоқ деуге болмайды, ата-анаға ренжуге болмайды. Ананың ішінде бұрқылдап жатыр да реніші. Бірінші шығарсаңдаршы ренішті. Бірінші шығар, қалай шығарам? Мен қағазға жаздым ғой, ақтап алдым ғой мамам, папамды, бірақ сонда да жылым ұстап тұр, қарағым келмейді, сөйлескім келмейді, мамам звондаса сброс басып тастаймын дейді. Яғни бұл жұмыс істемей тұр бұл техника. Жұмыс істемей тұр, сондықтан ол психологқа бару керек та. Енді Құранда да жазылған ғой, Нахл сүресінде шынайы ілім иелеріне барыңдар деп. И сіз психологты таңдағанда ол шынайы ілім иесі ма? Ол кісі тәжірибелі маман ба, қанша жылдық тәжірибесі бар. Шынайы ілім деген не? Таңның атысынан кештің батысына дейін сол тәжірибеде жүр ма адам? Ыстығы мен суығына күйіп. Үнемі даму үстінде ма ол психолог? Соған барыңыздар да, шынайы ілім иесіне барыңыз. Сол кезде нәтиже болады Алланың қалауымен. Енді өзімнің практикамда қаншама қыздарда нәтиже болды. Аллаға шүкір кешірді, жаңа реніштері кетті, и жақсы қарым-қатынаста. Тәуба. Демек, бұл рас, жаңа психологтардың айтуынша алдына келген пациенттерін зерттейді ғой, сонда көпшілігінің, енді бәрінің болмасы да, жаңағы ісінің алға баспауының, бір жолының болмауының артында зерттей келе жаңағы ата-анасымен дұрыс байланыстың болмауынан деп табады екен. Негізі мен оны өзімнен де білемін, мен де айтпаймын, менде бәрі тамаша деп, менде де ондай үлкенді кішілі проблемалар болған. Перизат ханым, енді сіздің де жаңағы парақшаңызда сұрақ-жауап айдарын жүргізесіз ғой, сіз дәл осы тақырыптың төңірегінде сізге жазатын жастар өте көп. Соларға айтқаныңызды енді осы жерде де тағы да ақтарып кетсеңіз. Біз енді жастарға мен сабырға шақыруға тырысам, әсіресе маған сол 18-19 жастағы қыздар жазады, көбінесе жазатындар, әкеме ренжулімін жаңағы. Осы кеше ғана бір қыз жазды, осы ойлап қойым, сол тақырыпқа арнайы болған сияқты, ол кәдімгі суреттеп жазған. Әкем, мен сендерді асырап отырмын, мен сендерге не істесем де, менің еркімде, өйткені сендер менің үйімде тұрсыңдар, менің тамағым жеп жатсыңдар деп бізді ұрат, соғат, балағаттайды. Ойна келген істейді әйтеуір деп жаңағыдай ренішпен жазғанда, сосын мен айттым, сіз сабырмен енді оны
шыдайсыз. Қазір кәмелет жасына келмегенше сіз ол үйден кетіп қала алмайсыз. Ол үйден оған қол көтеріп, оған жаңағыдай ерегісіп, немесе өзіңізге қол салып, Алла сақтасын, олайынан ерегіспеңіз. Өзіңіздің өміріңізді өзіңіз үшін құнды етіңіз бірінші. Деп ақыл беруге тырысам, сабырға шақыруға тырысам. Сосын кәмелетке толған кезде, оқуға түскен кезде біртін алшақтайсыз. Сол кезде сіз оны түсінесіз. Мүмкін оның қателіктерін сол кезде түсінесіз. Әке шеше деген ол идеал емес қой. Біз бәріміз ойлаймыз, әке шеше деген ол бір ақылды, керемет, олар ешқашан қателеспейтін қалай? Ол пенде ғой, ол қателеседі, ол жаңағы ашумен айтып қалады. Кейін түсінетіндер бар, әке шешелердің ой кезінде мен баламның жаңағы қадіріне жете алмадым деп кейін түсінетіндер де бар. Соны қазір түсінбейді. Кейін түсінбей өтетіндер де бар. Сондықтан әр нәрсені сабырмен қабылдау керек та. Біз жаңағыдай шартпа шұрт менікі болмаса қазір болмайды деп жаңағыдай өзіне өзі қол салып жатқан жастар өте көп. Жаңағы анам мені түсінбейді, әкем мені түсінбейді деп. И соны бір ол шығудың несі емес, қалай демеймін, жолы емес одан. Олмен шыға алмайсыңдар ол жерден. Сосын біз айтамыз ғой, Алла тағала бізді енді өмірге әкелген кезде біз көп нәрсені таңдай алмаймыз. Жаңағы ұлтымызды таңдай алмаймыз, ата-анамызды таңдай алмаймыз, қандай тілде сөйлейтінімізді таңдай алмаймыз. Бізге Алла тағала сол нәрсені берді, ата-анамызды берді. Соны разылықпен қабылдап, содан бір нәтиже шығарып, мынау бір жақсы аңыз бар ғой, әкесі ішкіш адамның, жаңағы алқаш көп ішетін адамның 2 баласы болған. Соның біреуі мүлдем ішпейтін жігіт екен, жаңағы керемет жетістікке жеткен, екіншісі ішіп салынып кеткен. Соның екеуінен сұрайды ғой, сен неге бүйттің деп, жаңағы ішкіш жігіттен сұраса, мен әкеме қарап өстім, содан ішкіш болып кеттім дейді. Жаңағы жетістікке жеткен жігіттен сен неге? Мен әкеме қарап өстім, оған ерегісіп мен жетістікке жеттім дейді. Адам өзінің ішіндегі нәрсе, сол әкеңе қарайсың да сен одан не үлгі аласың, не соған жаңағы қарама-қарсы әрекет етіп жетістікке жетесің деген сияқты ғой. Сондықтан мен жастарға енді сол нәрсені көбіне айтуға тырысам, сендер қазір ерегісіп, оларды құртам, жоям, өзгертем, оларды психолог апарам дегеннен ештеңе өнбейді. Бұл қателік. Әрине, ол қалыптасып кеткен адамдарда сіз оған тек қана өз тілінде ғана сөйлесіп, қазір рахмет сізге, мені өмірге әкелгеніңізге рахмет, осы уақытқа дейін жеткізгеніңізге рахмет айтудан басқа бізде амал жоқ, өкінішке қарай. Алла тағала енді сөйтіп жаратқан адам болғасын, пенде болғасын. Дұрыс айтасыз. Тағы бір мысал, жаңа Перизат ханым айтып жатыр ғой. Даже тіпті жасы 25-тен асып кеткен қыз болсын, ұл бала болсын, мысалы ер жеткен адамдар ата-анасынан қолдау жоқ деп жаңағы келесі бір кезеңге аяқ басарда соларды кінәлап жатады мысалға. Сондықтан менің жолым болмай жүр деген сияқты. Жалпы бұны ғылымда не деп атайды? Жасы есейгенше ата-анасының жаңа қолдауына зәру болып, солардың мейіріміне шөлдеп тұру, бұл сепарация деп бір естіп жатамыз ғой, қалай болады? Ата-анасынан ажырай алмау, яғни жауапкершілікті өзіне алмау. Бұл жерде сепарация ғой, симбиоз, то есть слиянияда болып кеткен, кірісіп кеткен, то есть өз-өзін бұл ата-анасының тарапынан мен қасында болам, үнемі ешқайда кетпе, не расти, оставайся маленьким деп, гиперопека, өбектейді ғана баланы. Ол үшін шешім қабылдайды бәрін. И сол кезде бала өзінің ересек сезімде өз үшін шешім қабылдап, жауапкершілік алуға қорқып, күмәнданып тұрады. Себебі оған көп критика болғанда ата-анасының тарапынан. Айттым ғой, мен айтқанды істе, айттым сол күйеуге шықпа деп. Көрдің ғой, ол сондай сұмырай жігіт, мен оны сезіп тұрмын, сен аузыңды ашып жүресің. Критика ғой, енді ол уже түпкі санаға кетеді. Мен аузымды ашып жүретін байқұс сондай бір адамын, шешім қабылдай алмаймын деп. Каждый раз ата-анасының тарапынан болып жатқандықтан. И бұл жерде сондай көп негативті түрлі негативті жаңағы бағдар установка дейміз ғой, бар, оны зерттеу керек. Оны зерттеу керек. Ол енді Советский Союзда біздің мына ата-анамыз Советский Союзды көрген кісілер ғой. Біздің ата-аналарымыз жалпы 97% критика, жаңа контроль и отсутствующие эмоции дейді. Холодная, ледяная мама дейді. Каменное, безжизненное лицо. Мұз болып отырады да, либо жаңа енесімен қырылысып келді да, жынанып баланы жүргектеп жатыр. Или емізіп отырғанда дода-дода болып жылап отырады, күйеуіне ренжіп. А бала ойлайды, мен не окей, мен мына өмірге керек емес екенмін ғой дейді. То есть бұл внутриутробная психология, жатырдан бастап баланың түпкі санасы қалыптасады екен. Оны зерттеуіміз керек. Мен шырылдап айтқым келеді, мысалға жас келіншектерге, егер сен бала көтеріп ана болғың келсе, бірінші эмоцияңды өзіңді дұрыстап алшы, реттеп алшы. Дұрыстап ана жауапкершілігіңді аласың ба? Себебі сенің здоровый эмоциядағы мама, да, счастливая мама, здоровый ребенок дейді. Соны зерттеген кәдімгідей көп жыл зерттеген целый кітаптар бар. Соны өзіңізді эмоцияңызды, жан дүниеңіз тыныштық, бала неміз батқанда сотканы қарап жатпаңдар.
немесе біреуді жамандық ойлап жатпа, біреуге ренжіп, түрлі өзіңнің фантазияң, енді әйел адамдар фантазияға бай ғой. Күйеуім телефонды алмай қойды, ол саунада бір қызбен жүрген шығар. Факты бар ма? Жоқ. Телефон өшіп қалған шығар, зарядкасы өтіп қалған шығар. Или бір нәрсе болып қалған шығар. Факты жоқ та. Соны реальность қалып келуге ғой біздің задачамыз енді. И сол жерде ол кісілердің біз фантазия былай кетпей, жаман ой ойламай, ана балаңа бата айтып жатып емізші, күшті болып. Сол бала өмірге жаңағы зәру болмайды да. То есть 1 жастан 6 жасқа дейін уже қалыптасып қояды баланың несі ше, мына өмірге деген қабылдауы, өз-өзіне деген сенімділігі, жаңа самооценка деп айтып жатамыз ғой. 0-ден 6-ға дейін берші махаббат пен мейірімді үйіпті. Бітті, ол бала өмірде сенімді, жаңа победитель, жеңімпаз жан болып өмір сүреді да, иншалла. Сол. Енді бұл жерде қараңыздар, ата-анасы мүлде жоқ балалар бар өмірде. Жаңа детский домның балалары бар. Оларда мүлде доверие жоқ, к миру. Олар қорқады, олар үнемі күмәнданып тұрады. Әр адамнан олар любой қарым-қатынаста сіздің бір нәрсе айтып жатсаңыз, артында қандай подвох бар екен, мына Арайлым ханым менен қандай пайда көргісі келіп тұр екен деп ойлап тұрады да. Хотя сіздің ойыңыз, ниетіңіз сондай қайырлы ниетпен айтып жатсыз да, естімейді ондай нәрсе. Сонда ол жаңа детский домның балаларымен мысалы көп жұмыс істеу керек та, олардың довериясын қалыптастыру үшін. Себебі жаңа 0 мен 6 жасқа дейін ала алмай қалды ғой. Сондықтан олар бұл өмірде мен керексізбін, мені жақсы көрмейді. Бұл өмір қатыгез деп өмір сүреді да. Сол енді ата-анамыз бар, ата-анамызға біз шүкіршілік айтып, бұл жерде ата-ананың ниеті бар и тәрбиелеу әдісі бар. Ниеті қандай? Любой ата-ананың ниеті балам бақытты болсын дейді. Балам аман болсын. Жанна ханым, біз тікелей эфирдеміз. Қазір телефон бар екен, сөзіңізді осы жерден жалғастырамыз. Саламатсыз ба? Тікелей эфирдеміз. Есіміңіз, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сырласайықта көреміз күн сайын. Бүгін тақырыпқа бірінші хабарласып тұрмын. Есіміңіз кім? Есімім Мариям. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Қаласынан хабарласып тұрмын. Жақсы. Қолдаушы кеттім ғой. Мен мынадай сұрақ қояйын деп едім. Мен бала күнімде ата-анам айырылысып кеткен, әкем бізді тастап кеткен. Содан бері әкеме өкпелімін, араласпаймын бүгінгі таңдарда. Содан болар бәлкім шынымды айтсам, ер азаматқа деген сенімім мүлдем жойылған десем болады. Тұрмысқа шықпағанмын, басым бос, 28-де. Соны қалай жаңағыдай азаматқа деген сенімді қалай қайта орнына келтірсе болады, немесе білмеймін, ешқандай сене алмаймын, кім болса да. Маған да болмаған болар бәлкім. Түсінікті. Бұл жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой, әкесімен қарым-қатынас бұзылады деп. Бұл кісіге қандай кеңес бере аласыз? Бұл кісіге жаңағы ішкі сезімін сол Шымкент қаласында қазір психологтар көп қой, айналайындар. Барыңдар психологқа. Бізде психолог пен психиатрды путать етеді да. Психсың ба сен, не сен, аурусың ба деп. Психологқа барады здоровый личность. Мысалға Европада қазір ВСД деген аурудан мүлдем олар отказ берді. ВСД дегенді білесіздер ғой? Вегетососудистая дистония. Біздің қазір 2-нің бірінде вегетососудистая дистония. Ол не? Нервозность, раздраженность, вспыльчивость, жарылайын деп тұр. Очередсіз кіріп көріңіз, ана былай тұрған очередке без очереди кіріңіз, ана адамдар сізді жек қояды ана жерде, қуырып жейді. Сондықтан бұл жерде маңызды нәрсе, бәрі қазір вспыльчивый, нервный, недоверчивый, бір-біріне корыстный, потребительский отношенияда жүреді. И ол шешімі Европалық мысалға международный классификация болезней деген бар, аурулардың тізімі. Сол жерден олар отказ берді, алып тастады. Бұны акасы дәрі-дәрмексіз-ақ адам аптасына бір рет психологқа барса емделеді екен ғой деп шешім табылды да. Дәлелденген нәрсе халықаралық. Оны адамға айту керек та. Ана адам жан дүниесімен ананың күйзелісін бірге проживать ету керек. Проживать деген бар. Проработка деген нормальный нәрсе. Проработка болған кезде, ол мен қызға қазір айтам, қағазға жазда папаң мен мамаңа ренішін, бірінші реніш, екінші реніш, соны өртеп таста дейін. Ол не, ол уже не работает, қыздар, мен оны көріп жатырмын ғой, маған келіп жатыр сондай психологқа барған кісілер. Барыңыздар, жақсы психолог, ислами жаңағы намаз оқитын шығарсыз, психологыңыз жаңағы не светский, жаңағы исламдағы психологқа барыңыздар, зерттеңіздер ислам шеңберіндегі. И жаңағы айтып кетейін, ата-ана деген нәрсе, сіз ана бүкіл жаңа грязьдің бәрін, мына енді қараңызшы, мына стаканның ішіне біз қазір кір сулардың бәрін мына жаққа құяйық та, үстінен күшті апельсиновый фреш құяйық. Іше аласыз ба мына суды? Сол сияқты ғой жаңа қағазбен өрте деген нәрсе. Или кешіре сал, Құранда жазылған ғой, туф деп айтуға да болмайды, Алладан қорықпайсың ба дейді. Мына жақ қайнап тұр ғой, кірдің бәрі толып тұр. Бірінші тазалау керек. Тазалау деген проработка, ол дәлелденген нәрсе. Дәлелденген нәрсе, барыңыздар.
Сосын екінші нәрсе, жаңа айттық қой, ата-ананың ниеті бар, и ата-ананың тәрбиелеу әдісі бар. Ниеті тек қана плюс. Балам бақытты болсын дейді. Мына Абай Момышұлында қарттар үйі бар. Сол жерден анкета өткіздік қой, как психологтар ретінде. Сол жердегі барлық қарттардың айтқаны, балам бақытты болсын. Мені өткізіп жүрген келін ғой, ана ұлым аман болсын. Осы жексенбіде келеді, мен немді жинақ қойдым, пенсиямды берем дейді ана кісі. Бәрібір жақсы. Ана қызым жақсы ғой, күйеу бала ғой, бізді өткізіп жүрген. Қызым аман болсын әйтеуір дейді. Қарға баласын аппағым дер деп қазақта мақал бар ғой. Қазақ халқы дана халықта бір мақалмен целый хадис аяттарды айтады ғой. Шынымен де ол ата-ананың жүрегіне Алла тағала мейірім береді ғой әр баласына. Мейірімін беріп қойды. Сонда ойлаңызшы, баласы қарттар үйіне өткізіп жүрген, ана ата-ана сөйтіп айтып отыр. Балам аман болсыншы қызым дейді. Пенсиямды алып кетсе, кесінші берем дейді. Вот, сондай нәрседе бұл кісілердің ниеті үшін ата-ананы сыйлаймыз. Үш нәрсе бар, да, сыйлаймыз, ол кісілерге ризамыз, сол бар екеніне, тірі жүргеніне, то, что ол кісі дышит, да, живет, существует деген сияқты. Үшінші нәрсе, алғыс айтамыз. Уважаю, благодарю, люблю. Үш сөз. Сыйлау, ол кісілерді ризалықшылығымызды білдіру и рахмет айту. Енді тәрбиелеу әдісі плюсовой, минусовой дедік. Минусовой қандай ол? Жаңа критика, контроль, ұрған, соққан, жаңа Перизат ханым айтқан сияқты, зорлағандары да бар. Енді Аллаға шүкір 10 жылдық тәжірибемде менің кабинетімде қаншама жылаған қазақтың қыздарым бар. Туған дядесі, туған папасы зорлаған қыздар бар. Алла сақтасын енді. Сондай нәрсе, мысалы, одан ары қалыптасады ғой адамды. Ол сол зорлаған шешесіне айтса айтыпты, өтірік айта бермеш, сандалмаш, сен қуасың деп. Мойындамаған, мысалы, ол қандай нәрсе? А сіз психолог не істейді, сізбен бірге присоединение проживаниеға кіреді. И сол кезде человеку становится легче. Адамның сезімін, адам бір-бірін түсіну. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісі сондай адамзаттың асыл тажы, ол кісінің өзі сахабалармен кеңескен ғой. Ханафи имам, Ханафидің өзі де, ол кісі де шәкірттермен, ол шәкірттерсіз сахабасыз шешім қабылдамаған жай мәселенің өзінде. Ақылдасу ғой, бұл ақылдасу деген Шура сүресінде Құранда барлық жерде жазылған нәрсе да. Енді оны мойындағысы келмейтін тәкаппарлық бар. Білім алу жолында тәкаппарлық пен ұялу сезімін өшіруіміз керек. Сондықтан шынайы ілімге ұмтылуымыз керек. Ал жаңағы мына жаққа фильтр қоямыз да. Минусовой, плюсовой қандай ата-ана, ол заботливый, жаңағы қамқор болған, сізге дер кезінде қорғау, қолдау көрсете білген, эмоциясы жылы эмоция бере алған ата-ана, ондай ата-ана, сіз оның плюсын аласыз. Минус болса, фильтр қоясыз да, жаңағы ниет үшін сыйлап жүре бересіз да, мына жаққа өзіңізге тек қана плюсын аласыз да. Өзіңіздің балаңызға ары қарай оны не передаете сонда. Өзіңіздің балаңызға плюсовой жағын ғана передаете. Сол нәрсе маңызды. Мына плюс пен оңды. Енді Лұқман сүресінде 15-ші аятта айтылады, сендер ата-аналарың сендерді Аллаға серік қосуға шақырса, оларға мойын сұнбаңдар дейді. Алайда дүниеде оларға қарайласып тұрыңдар, және жақсы мәміледе болыңдар. Ол мен соны сендерге бұйырдым дейді, бұйрық, а приказ же не обсуждается. Приказ не обсуждается. Бірақ оны қабылдай алмай жатыр ғана, ішінде кір суды тазалап, мына стаканды бір рет жуып жіберу керек та. Ол бір рет жуып жіберу үшін бір рет сен психологиялық здоровьеңе ақшаңды жұмсашы, айналайын. Жалпы психологиялық мына салаттылық өмірдің барлық саласына әсер етеді. Мына щитовидка сосын страдать етеді, молочкалар страдать етеді. Еркекке обиданың бәрі мына женский жаңа аурулар пайда болады әйелде. Көтере алмайды, жаңа күйеуге шықпайды деген сияқты. Соның бәрі жаңа мида жатыр, өкпе реніште жатыр. Түпкі неде ғой. Біз марионетка сияқтымыз ғой, түпкі сананың басқаруымен кетіп қаламыз да, жіп оң қолын тарса, сол қолын тарса кетеді ғой, театр, кукольный театрда. Сол сияқты кете береді. Бірақ өзіміз білмейміз, бейсаналы түрде басқарылып кетеді. 95% адам бейсаналы түрде өмір сүреді. 5% ғана саналы түрде. Саналы түрде Құранды оқиды, түсінеді, что ол хақ екенін түсінеді, бірақ ана іші жібермей тұр да. Сондықтан ана түпкі санадағы жаңа кірлерді тазалап жуып жіберу керек. Перизат ханым, Жанна ханым, өздеріңіз білесіздер, қазақта жаңағы баланы әженің бауырына басу деген бар ғой. Бірақ бәрі болмаса да, солардың ішінде кейбіреуі бар, мысалға. Әжесі өмірден өтіп кетеді, атасы үлкен кісілер ғой, енді қашанғы жүреді. Сол кезде өзінің туған ата-анасына реніші пайда болады, ана адамның. Сен мен басқа бауырларымнан шеттеттің, артығырақ жақсы көрдің деген сияқты. Сол жаңағы қайғы-мұңды арқалап, өзіңіз айтпақшы, психологқа ештеңеге де бармай, өмір бойы сол жолдары болмай жүреді. Жалпы осы нәрсені қай уақыттан бастап адам қолға алған дұрыс, қашан өзін жаңағы ата-ана бере алмайтын нәрсені талап етуді доғарып, одан трагедия жасауды қойып, өзін қашан қолға алу керек? Белгілі бір кезең, жас бар ма, мектеп кезі ма, қай кез?
ертерек. Ол бір нақты бір жасы жоқ шығар. Нақты бір 15-ке келгенде болды қойың керек. Адамдар жүреді ғой 30-ға дейін солай жол таппай жүреді, соларға қандай кеңесіңіз айтасыз? Енді адамның өзіне деген жауапкершілігіне байланысты. Біз ол енді бала күннен тәрбиелеуіміз керек. Бала, сен өзіңді өзің қалыптастыр. Мен саған өмір бердім, арғалай өмір сүру сенің құқыңда. Қалай өмір сүресің, оны саналы түрде өмір сүресің бе, жоқ көрінгеннің айтқанына сеніп лағып жүре бересің бе деген сияқты. Жаңағы көрерменге де айтқым келеді, мысалы өзіңізді, мен әкем тастап кеткен, сондықтан мен ер адамдарға сенбеймін деп көп қыздар блоктап тастаудың қажеті жоқ. Менің көп құрбы қыздарым бар, қазір 35, 33, 34-тегі қыздар бар. Әке-шешелер толық отбасынан, бірақ әлі күнге дейін тұрмыс құрмаған. Демек, оған тіреліп тұрған мәселе жоқ. Өздеріңіз блоктап, мен болды, енді еркекке сенбеймін деп. Просто адамыңыз кездеспеген шығар. Сондықтан жаңағыдай өзіңіз блоктап, болды, мен енді тұрмысқа шықпаймын, енді жаңағы қызық көрмеймін деген сияқты нәрсені қою керек. Ал жасқа келетін болсақ, мен де ата әжемнің қолында өскен адаммын. Ол туралы мен көп жаздым да, өзім сондықтан балам жаңағы туған кез айттым, мен ешкімге де бермеймін. Ендеше айтып кетіңізші, неліктен олай? Өйткені енді ата әже әртүрлі ғой. Менің әжем қызғанды, мені өзімнің туған шешемізден қызғанып өсірді кәдімгідей. Сәл жаңағы мамаңа қарай тартынсаң, шешең таптың ба, болды, мені ұмыт, менімен сөйлеспе деген сияқты блоктар қойып тастайды да. Сосын сен екеуіне жалтақтап өсесің да. Не әжеңе жақпайсың, не шешеңе жақпайсың. Сондай қиналып өстік та. Мен соны сол қиналып өскеннен кейін балама ешқашан ондай таңдау қойдыртпаймын. Балам өзімнің қасымда өседі. Сосын өзінен сұраймын балама, саған не ұнайды? Сен әжеңе барғың келеді ме? Барғың келмейді. Болды, онда үйде боласың. Өзімнің қасымда жүресің. Жұмысқа барасың ба? Жұмысқа барасың деген сияқты. Баланың өзіне таңдау бердік та. Ал біздің уақытымызда енді әке-шешелеріміз жаңағыдай жұмысқа шығу үшін просто бізді ата әжеміздің қолына беріп тастады. Мәжбүр болды. Оның барлығын түсініп қабылдап отырмын да, олар бір еріккеннен мені жақсы көрмегеннен апарып тастаған жоқ. Қабылдау керек, түсіну керек. Жақсы көрмегеннен апарып тастаған жоқ. Әсіресе қазір көп жағдайда қазақ әйелдеріне, қыз-келіншектеріне реніш жоқ. Барлығы да жаңағыдай әйтеуір күйбең тірлік, сол кредиттерін төлеу керек, үйді төлеу керек, анау-мынау деген сияқты күйеулеріне көмектесу керек. Сөйтіп балаларын беруге мәжбүр болады да. Түсінікті. Перизат ханым, телефон бар екен, қазір жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдеміз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Менің есімім Мадина, Қарағанды қаласынан хабарласып тұрмын. Мен бала кезден әкесіз өстім, анам мен үшін барлығын жасап берді. Үйді, көлікті алып берді, оқуды да оқытты. Ешкімнен кем болған жоқ. Мен өзімнің қолынан ештеңе істемейтін адам сияқты сезінемін. Самостоятельность жоқ менде. Анам да соны бетіме басып айтады, мен хотя өз соған мені өзі үйретті. Маған қандай кеңес беретін едіңіздер? Тағы да сол проработка ғой. Нақты жолын айтсаңыздар, дәл осы кейіпкерге арнап. Не бар ғой, қалау деген нәрсе бар, просто қалау бар. Мен өзім жеке жауапкершілік алып, самостоятельно болғым келеді деген қалау ол. И қалау плюс іс-әрекет деген бар да. Іс-әрекет жасау, ұмтылу, үнемі регулярность деген нәрсе болу керек. Іс-әрекетті регулярно жасаңдар. Алланың қалауымен ол новый навык, жаңа автоматқа айналады да. Регулярность болу керек, регулярность қазақшасы. Сол нәрсе регулярно болған кезде Алланың қалауымен сіз жаңа жеңімпаз деңгейіне өтесіз. Бірден өзіңізден жаңағы нәтиже күтпеңіз. Ойбай, мен бір дегеннен керемет жұмысқа тұрып кетіп, керемет нәтиже көрсетем деп. Мүмкін бір жұмыста жолыңыз болмайтын шығар, бірақ ол бір жұмыста жолыңыз болмайды деген нәрсе екінші жұмыста да болды, сізді сәтсіздік күтіп тұр деген сөз емес. Әрине сізді солай жаңағы қамқорлықпен өсіргеннен кейін өзіңізге өзіңіз жауапкершілік алу уақытынан кешігіп қалған шығарсыз. Өйткені негізі балаға кішкентай күннен әр нәрсені жауапкершілікті үйрету керек та. Қазір Перизат ханым тағы да сөзіңізді іздеп телефон бар екен. Қойсаңдаршы. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Есіміңіз? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алло, саламатсыздар. Мен осы темада айтпақшы ойым бар еді. Менің де үлкен қызым, кемпірдің қызы болды. Қазір енді ер жетіп тұрмысқа шығып, өзінің бала-шағалары бар, 4 баласы бар. Бірақ та кейде осындай бір әңгіменің арасында маған әділдіні айтады. Сен басқа қызыңды жақсы көресің, сен менен көрі, мені жақсы көрмейсің деген сөздерді айтады. Маған әділдіні сол. Енді ренжіп қалам оған, олар ренжіп қалады, біраз араласпай, сөйлеспей жүрміз. Сондай кездеріміз болады. Енді өзі 40-қа келген ол қызымда кейде түсіп, мама деп кетіп, неғылып
бәрі несімен әңгімелесіп жүрек, бір уақытта қалт ете қалады тағы да. Сөйтіп арамызда сондай түсінбеушіліктер болып жатыр. Мен енді все свои обиды ішіме жинап отырам, әрине. Келгенде артық сөйлеп тастаймын маған. Енді не қайтеміз енді? Оған енді әжесі әбден жақсылап Наташа құйып тастаған ба, мені сенің мамаң жаман, сені жақсы көрмейді деген сөздерді айтқан ба, не себепті ол қызым сонда енді енеміз жоқ қой қазір. Жаным дауысы дірілдеп өзі. Түсінікті апа, қазір сіздің сауалыңызға психолог жауап береді. Енді бұл жерде ата-ананың керісінше өзін кінәлі сезінуін көріп тұрмыз, Иә. Қараңыздар, жаңа айттық қой, именно баланы 0 жас пен 6 жастың арасында желательно бермеу керек. Анасы мен баласын ажыратқанды періште лағнет дейді. Құранда жазылғанда. Кешіріңіздер, жауапкершілік сізде, енеңіз жауап бермейді ақыретте. Қызыңыз айтады, мен хақымды жедің, сен бердің дейді. Сол кезде біз айтпаймыз ғой, қазақта салт дәстүр бар еді, сол үшін сені бердім, сен үлкен немере болғаннан кейін енемнен қорықтым деп. Сіз жауапкершілік, аманат сізге, сый сізге беріліп тұр да. Мен сізге мысалы қазір iPhone 13-ді дәрет етсем, сіз айтпайсыз ғой, мен алуға ұялам, бұны күйеуіме бере салайыншы Жанна ханым дейсіз. Ол сіздің шешіміңіз болып тұр да енді. Сіз жауапкершіліктесіз, мен сізге самый главный бердім деген сияқты. Бұл жерде жауапкершілік ол кісінің өз мойнында. Енді қараңыз, бұл кісі анасы беріп жергеннен кейін бала қызыңызды 40-қа келсе де біз балалық шағы ол қалады да, түпкі сана қалады, ол өзгерілмейді. Енді егер ол кісі проработкаға бармаса қызыңыз. Ал енді сіздің тарапыңыздан үнемі қызыңызға айтып отырсаңыз, қызым, сен маған керексің, мен сені шын жүрегіммен жақсы көрем. Соны сыртқы эмоциямен емес, ішкі эмоция деген болады. Ішкі жүрекпен айтыңызшы, жүрекпен. Не дейді ғой? Прям андай вибрация, жүрек дірілдеп айтамыз ғой біз шүкіршілікті. Немесе былай, я шүкір әйтеуір бүгін ояндым ғой дейсің. Шүкір деген нәрсені былай түбімен айтады. Сол сияқты түбімен айтсаңыз, жан жүрегіңізбен, қызым, сен маған керексің. Любому ребенку нужны живые эмоции. Тірі эмоциялар керек. Шешесінің тірі эмоциясы. Сіздің қателігіңіз болды, мойындаңыз енді. Сіз беріп қойдыңыз. Сіз беріп қойдыңыз ғой. Сізде болды. Вам надо было отстаивать свою границу, аманат қалып. Сөзіңіз жалғастырамыз, тағы телефон бар екен. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Астана қаласынан Эзон Назгүл. Иә. Қандай сұрағыңыз бар? Менің сұрағым бар еді, мысалы мен жақын құрбым психологқа барады, ол психологта мысалы ондай практика бар. 30 күн бойы мысалы өзің ата-анаңа қандай бір реніш жоқпен болса, кішкентай кезінен мысалы мен бір ұнатпаған кезде ұрды, былай істейтін, бірнеше бермеді деген сияқты. Сондай негативті заттар жазады да. Оларда мен кешіруім керек, сондай заттар жасайды. Сол ылғида ата-анасына деген негативті фокусты. Сол практикаға деген жалпы дұрыс па, сондай практика жасау, ата-анаға деген өкпе ренішті кешіре білу деген, бала кездегі заттар еш сақталады деген қаншалықты дұрыс? Бағанда сол туралы айтыңыз. Тағы да қайталап өтеміз. Бұл сұраққа негізі жауап бердік. Қайталайық. Бұл нәрсе жазу деген нәрсеге мен айттым, ол нәтижесі болмай жатыр қыздар енді. Көріп жатырмын өзім практикамда. Қаншама қыздар жылап, сондай психологтың жасаған қара жұмысын мен жасап жатырмын да енді. Жұмыс. Янан бәрі қайтадан емдейсін. Қараңыздар енді адамбыз ғой, біз қоғамның қоғамға мұқтаж да. Ол адамға мұқтаж, сөйлесу керек, ол қағазға мұқтаж емессіз ғой. Адамға мұқтаж. Айтыңдар ішіңдегіңді, айызын қандырып барып психологқа айтсын. Ол күнделікті теріп, жазып 30 күн бойы жазу деген кішкене, білмеймін, түсініксіздеу болды маған. Может, ол кісі дұрыс түсінбеген шығар енді. Сол ғой. Жаңадан қосылған көрерменіміз болу керек, қайтадан қойғанына қарағанда бұл сұрақ. Жаңағы алдындағы шешесі мысалы хабарласып тұрғанда бізге дауысы дірілдеп тұрып, жаңағы жеткізе алмай өзі қобалжып тұрды. Тура сол эмоцияны қызына барып көрсетсе ғой. Вот ол шынайы эмоция болды да. Біз пендешілікпенен қателігімізді мойындауға жар жібермейді де, кәдімгідей мен қателескен жоқпын, ол анау енем айтты, шешем айтты, содан қателестім деп біз өз қателігімізді түсінбейміз. Бірақ егер сол қызың алдына барып мен қателестім деп еңіреп тұрып айтшы, жылаш, кешірім сұраш, түсіндірші, мен қателестім, мен кезінде бердім. Сол кезде ғана бір түсіністік
ортада пайда болатын сияқты. Сол кезде сен оған бір қадам жасаң, ол саған 2 қадам жасайды дейміз ғой, тура сол сияқты болатын сияқты. Иә, бұл жаңағы не ғой, сіз Перизат ханым толық келсем, күшті айтып жатсыз. Жаңағы Фатиха сүресі 4-ші аятта айтады ғой, біз бірінші құлшылық етеміз, сосын сенен Аллахтан көмек сұраймыз дейді. Бірінші бұл өмірдің заңдылығы, Құранның, исламның заңдылығы, надо быть сначала дающий. Дающий деген нәрсе истинный, шынайы эмоцияңызбен барып дірілдеп тұрып жаңағы дауыспен сұраңыз. Бұл жерде ол ана өмірден өтіп кеткен марқұм енем мені жамандап қойды ма? Бұл жерде фокус не? Негативті нәрселерде фокус болып тұр. Фокусты позитивқа қойыңыз. Алла қаласа әрекет етіңіз, шамаңыз, күшіңіз жеткенше, Аллах сонда сені жеңілдетіп қояды да сіңді. Аллах біздің ауыр негімізді қаламайды, Аллах бәріміз жақсы көреді. Оны сіздің ісіңізді жеңілдетеді, алдыңызға ниет қойыңыз, мақсат қойыңыз, мен мойындаңыз, иә мен қателестім деп. И кешірім сұрап, шынайы тірі эмоциямен жаңағыдай дірілдеп тұрып тұрсыз. Дұрыс айтасыз, иә, ата-ананың өзін кінәлі сезінуі дегеннен шығады ғой. Қарапайым нәрсе бар да, осы көп жас аналардың арасында кездеседі, өзімде де кездесіп қалады. Кейде баламның жаңағы қалағанын алып бермесем де, менің жаңағы ішімде бір сондай кінәлі сезінемін да өзімді. Сіз енді Перизат ханым кішкентай қыздың анасысыз ғой. Сіз қалай осы нәрседен, ситуациядан шығасыз? Қандай орынды үлгісі бар осы нәрсенің? Мен босанғаннан кейін 10 күннен кейін жұмысқа шығып кеттім ғой. Содан менде бір андай адам, енді аналар үйде отырсын деген нәрсе, ол бекерден айтылмаған нәрсе ғой. Негізі баланың қасында ұзақ болуың керексің. 3 жасқа дейін анасы мүлдем ажырамау керек баладан, жалпы негізі. Бірақ біз енді сол жұмыс анау мынау деп кетіп қаласың. Сосын менде бір жұмыста жүрсем де, жұмысымнан ләззат ала алмай қалдым. Бұрын құлшынып істейтін жұмысымнан жұмыс істей алмаймын, кәдімгідей ойым барлығы балада болып тұрады. Сосын сол бір жұмыстың барысында Мәскеуде оқып жатқан жаңағы досыммен кездесіп қалдым, ол психологиядан оқып жатты да. Соны айтады, сен бұрынғыдай энергияң жоқ, не болып кеткен саған деп. Соны айттым, осылай екі ортада қалып қойдым. Не балама жаңағы толық уақыттарын алмаймын, не жұмысыма уақыттарын алмаймын. Сөйтіп шаршап жүрмін деп. Соны ол айтты, бала барлығын түсінеді. Сен түнде қанша кеш барсаң да қасына жатта құлағына сыбырлап айтшы деді. Кешірім сұрашы деді. Содан мен күнде әдетке айналдырдым. Баламның құлағына сыбырлап, жаным, күнім, айым, кешірші. Мен міне осы үшін жұмыс істеп жатырмын. Ертең болашағымыз үшін жұмыс істеп жатырмын. Сен әдемі, сұлу, керемет, қылықты қыз боласың өскенде. Сен бұндай қателіктерді қайталамайсың. Сен күшті боласың деп құлағына сыбырлаймын. Өзім де жай табамын. Сосын балада да бір кішкене бір сабырлық пайда болған сияқты. Күндіз, түнде ол естимей оны білмейсің, бірақ миы өсіп жатады түніменен, мидың сигналдары жұмыс істеп жатады. Соны ойлаймын, сол нәрсе әсер ете ме, әйтеуір қызымыздың екеуміздің арамызда байланыс бар. Оның бәрі күлкі қылған, басында күйеуім де түн ортасында оянып кетіп, сен неге балаға неге сыбырлап жатсың деп айтады. Бірақ ол басында қызық болып көрінгенмен, кейін ол әдетке айналдырып кетеді. И қазір өзімден қанша көп нәрсеге мысалы мүмкіндік болмаса да сұрайды кейде, ананы алып берші, бала ғой, ол қызығады, жаңағы тиктоктан неше түрлі көреді, ойбай керемет үй алып жатыр, машина алып жатыр, сондай маған андай керек, мындай керек дейді. Түсіндіремін, сосын балам, міне дәл қазір бұны ала алмаймыз. Кейін біраз уақыт ақша жинайық та сосын алайық. Оған дейін міне мынау альтернативасын ала аламыз. Келіседі, өзі шығатын жолдарын айтатындай жағдайға жетті қазір. Онда былай істей тұрайық деген сияқты. Сондықтан сөйлесу керек. Біз жаңағы сөйлесуге ерінеміз, не әдет екенін білмеймін, біз кейін деп жаңағы ысырып тастаймыз, біреуге ысырып тастаймыз, ол соның кесірінен осылай ойлап отыр деген сияқты. Жоқ, сөйлесу керек. Әсіресе баламен сөйлесу керек. Телефон бар екен, әрине, айтыңыздар. Сәлематсыз ба? Біз тікелей эфирдеміз. Есіміңіз? Иә, сәлематсыз ба? Есіміңіз кім болады? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Тараз қаласынан атым Бейсенбігүл. Иә. Құрметті мақсарласай хабарламасы. Бүгін керемет ғажап тақырыпты қозғап өте актуалды тақырып. Рахмет. Мынау психолог Жанна ханымға және мына блогер қызға көп рахмет. Келі деген менің бір айтатын наусым бар еді. Дұрыс түсінсеңіздер деп ойлаймын. Көп рахмет. Бұл өте пайдалы тақырып. Иә, айта қойыңыз. Жаңа айтайын алайын. Мынау баламды өзімде тәрбиелеймін, өзіммен жібермеймін. Сенің мамаң жақсы көріп қалдың ба? Әкеңді жақсы көріп қалдың ба деп әжелер сөйтеді деп. Сізде де әже болды, қазір өзіміз әже болып отырмыз. Үлкен адам кішкентай бала сияқты. Ол өзінің қызының атынан назгүл айтады. Еркелікпен айтады. Соны қазір сізді естіп отқан заман басқа деп айтпаймыз. Тегі дегенін басқаша түсіну мүмкін. Орысша оқығандар бар, заманауи талапқа сай. Сондықтан ол анаңды не жақсы көрдің бе, әкеңді не жақсы көрдің бе деген назгүл айтады жастарым. Сондықтан соны түсінсе екен деп ойлаймын. Әже де, ана да аман болсын,
ата аналар аман болсын, бала шаға Құдай Алла тағала мейірім беріп, жақсылықта өмір сүрейік. Аллаға шүкір, әмин, әмин. Енді бұл кісінің несі дұрыс қой, енді қазақ болғаннан кейін қазақ салт дәстүріміз бар, қазақ халқының қаншама историясы бар. Ата әже үлкенді сыйлау, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нәрсе дұрыс. Ата әжені көріп өскен баланың жаңағы творчество не жағы өте үлкен, кең болып дамиды. Бірақ он қандай әже? Бұл жерде түрлі негативті образдағы әже шығар, может. Жаңа кеше хабар арнасы мен таңғы студияға шақырды. Бір әже айтыпты, мен йогамен буду заниматься, шетел аралап саяхаттаймын, балалар таптың ба өздерің қараңдар деп айтыпты. Енді сондай әжелер де бар. Прокачанный дейміз бе? Өз-өзін жақсы көреді. Бірақ мына крайностьте ортасын ұстануымыз керек та. Баланың мына түпкі санасында сондай керемет әженің образын қалыптастыруға біздің әжелеріміз тырысса екен. Жаңағы ыстық бауырсақ, мен өзім әжем тандырдың наны, сары май, сонда столдың астына сахарды тығып қоятын құмшекерді. Құмшекерді жанна қызыма берем деп бір қасықтан санап беретін ана. Сол кезде дефицит болған. Сондай менің образым сол кісінің қалтасынан жеген құрттарым, сол қызым деп басымнан сипаған жылы, қолы всегда жып-жылы болып тұрады. Жанна ханым, тағы да телефон бар екен, сөзіңізді үзе тұрайық. Сәлематсыз ба? Біз тікелей эфирдеміз. Алло. Я, есіміңіз? Саламатсыз. Есіміңіз қай қаладан хабарласып тұрсыз? Асқар. Я. Біздің бағдарламаны ер адамдарда көреді екен. Я, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Қарағанды қаласынан хабарласып. Я. Қарағанды актив екен. Қандай сұрағыңыз бар? Сұрағым мынандай, в общем, менің қызым бар, 16 жаста, енді биыл мектепке өтіреді осы жылы. Я. Сонымен жаңағы мамандық таңдау жағы қиындау болып тұр, сол қандай мамандық таңдайды дейді, шеше екеумізден сұрайды, сосын біз айтамыз жаңағы дәрігер, мұғалім деп қызға енді деді. Ренжігенде келдіреді де қабылдамайды. Не айтамыз енді? Яғни бұл кісілер өзінің қалауын. Әлі мамандық таңдауға жоқ, саған қандай ақылдарыңызды бересіздер? Жақсы, түсінікті. Бұл жерде енді қазіргі поколение Z дейді. Біз XY-біз. Мен өзім психология менің 5-ші жоғарғы білімім. Іздедік, мынаны барып істедік, мынаны істеп көрдік, мынаны оқып көрдік, менікі емес. Соны 6-шы класс білім алып жатырмын да, теологияны оқып жатырмын. Шалдық қой. Ол кісі, бұл қызы дұрыс айтып тұр. Қазіргі балалар поколение Z айтады, ол менің шешімім, менің қалауым бар дейді. Қазір профориентологтар бар. Барыңыздар, тоже шынайы ілім иелері. Профориентолог баладан тест алады. Ол жерде ол өзінің ойын, сіз мамаң айтып еді, сен история Қазақстаннан сабақ берсін деп. Давай сені сол жағына бағыттаймын деп, оны неғып жүрмейді. Қыздың өзінің қалауын, қыздың қай жаққа өзінің икемі бар екен тест арқылы зерттеп береді. Ол уже зерттелген, ғылыми дәлелденген нәрсе. Профориентологқа барсын, профориентация деген тест бар, тест тапсырсын. Содан шығады баланың қай мамандыққа жақын 3 мамандық шығарып береді. И өзінің қалауын сол кезде таңдайды. Балаға ата-ана өзінің қалауын телудің қажеті жоқ дейсіз ғой. Перизат ханым, сіздің де қызыңыз бар ғой. Өз тәжірибеңізге сеніп айтыңызшы, қызыңыз кім боламын дейді жалпы. Ол енді күнде құбылады, қазір кішкентай ғой, енді 5-те, мысалы бір күні мен жазып отқанымды көреді, сценарист боламын дейді, бір күні визажист боламын дейді, бір күні қазір енді актриса боламын деп отыр. Сол сияқты. Енді бұл кісілерде әлі уақыт бар. Сосын бізде енді жаңағы стереотиптерге сеніп, бала мектепті бітірісімен бірден университетке түсу керек, бірден өміріне керекті мамандықты табу керек деген стереотиптен құтылуымыз керек. Мысалы шетелдің тәжірибесі маған өте қатты ұнайды. Бір жыл бойы бала оқу бітіргеннен кейін бір жыл бойы жұмыс істейді. Официант бола ма, машина жуушы бола ма, тағы басқа бір жерге стажировкаға тұра ма, жұмыс істеп көреді бала өзінің қызмет саласында, жоқ басқаруда лидерлік қасиеттер бар ма, соны көріп өзін тани бастайды. Ол қазір үйге барып бала, ол айтады, сен маған мамандық таңдап бер дейді. Сіз оның аузына шайнап қазір, сен онда дәрігер боласың, сен мұғалім боласың дейсің, ол болғысы келмейді. Ол даже сізге үй алып болам деп ол оқуға түсу де мүмкін. Талай менің құрдастарым, құрбыларым бар, әлі күнге дейін өкініп өткендер бар. Бірнеше міне 5-ші мамандығым деп отыр. Ойлаңыздаршы, өмір бойы оқиды адам деген. Сондықтан міне биылдан қалмай мамандық таңдау деген жоқ, асықтырудың қажеті жоқ баланы.
бірақ енді асықтырмау деп тағы да оны ойбай все 30-ға келгенше біздің мойнымызда отыра беру деп жаңағы шектеусіз жіберудің де қажеті жоқ. Балаға түсіндіру керек, ары қарай мынау мамандық сенің наның, болашағың, мәртебең, абыройың ары қарай. Қазірден бастап жауапкершілікті өзіне арту керек баланың. Сосын 1 жыл бойы уақыт бар әлі оқу бітіргенше, міне 9 ай, майға дейін қаншама уақыт бар? Майға дейін сіз бұлай қаншама тесттен өте аласыз, қаншама мамандық туралы оқи аласыз. Қазір интернетте неше түрлі нәрсе бар. Іздеген адам табады. Бала көрсін, неше түрлі мамандыққа қатысты деректі фильмдер бар. Мына мамандық не істейді, ол қандай жаңағы қандай ары қарай дамый алады, дамымай қалады, болашақта болады, болмайды деген сияқты көп. Қазір мамандық картасы, ұмытпасам, мамандық картасы деген бір жоба бар осы Қазақстанда. Соны табыңыздар, іздеңіздер. Мен де балама ойлаймын, қазір әрине қиын ондай бір шешім қабылдау. Сосын мен көп менің інілерім, мысалы, сіңілерім келіп айтады, мен журналист болайын деп. Сосын мен сұрақты өлтіріп қоям. Неге журналист болайын деп жатсың? Қандай қасиетіңе сеніп журналист болайын? Сосын өздері түсіне бастайды. Мен просто қазір популяризацияға кетіп, ана танымал адамдарға еріп, мен журналист болайын деп отырмын. Оказывается, мен журналист болғым келмейді екен. Мен дизайнер болғым келеді, суретші болғым келеді, сәулетші болғым келеді. Бізде өкінішке қарай жаңағы экранда жүрген адамдардың ғана бәрі бақытты, солар ғана жетістікке жеткен деп ойлайды. Ол стереотип, ондай емес. Сондықтан әркім өзінің қолынан келетін істі істесін. Етікші болса да супер етікші болсын лучше. Вот шын мәнінде өзіне ұнайтын іс болсын. Шынайы маман болсын. Шынайы маман болсын. Сүйіп істеу керек та. Сонда өзіне де пайда түседі, алдына кеп тұрған кісіге де пайда түседі. Тегін жұмыс істей аласың ба сол салада? Тегін бара аласың ба сол салаға? Шынайы махаббатпен, мейіріммен істей аласың ба соны? Сол кезде ғана таңдауың керек. Иә, біз кішкене тақырыпқа қайтадан оралайық. Бізге WhatsApp-тан сұрақ келген екен. Бұл жолы да ер адам жазыпты. Тараз қаласынан. Ер адамдардың көбі. Енді демек проблема ер адамда да болып тұрған ғой, сол ата-анасымен. Жасым 25-тен асты дейді. Шешем тым жаңағы еркелетеді, тым жаңағы бұрынғы кішкентай кезімдегідей өбектейді дейді. Достарымнан ұялам дейді. Кейін жаңағы үйленіп жатсам, әйелімнің алдында да ұялатын шығармын. Осы қарым-қатынасты қалай ретке келтірсем болады дейді. Осыған нақты ата-анасымен қалай сөйлесу керегін, жолын түсіндіріп айтып бере аласыз ба? Мүмкін шынымен ата-анасымен бетпе-бет сөйлесу керек шығар, отырып, маған осы ұнамайды деген сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді бетпе-бет айтқанда бұл жерде метод сэндвича деген бар. Ол ата-анаңызда енді ренжіп қалуы мүмкін. Ол кісілердің жүректері бар, енді өбектеп тұрған. Ол сондай бір тірі эмоциядағы кісі, анаңыз, Алла разы болсын ол кісіге. Ондай өскен ер адамдар негізі сенімді болып өседі. Мына еврей халқында егер ұл бала өмірге келсе, шешесі 7 жылға дейін ба, неше жылға дейін жұмыстан, барлық жұмысын тастап, ананың алдында служениеда болатын сияқты. Біз енді өздеріңіз білесіз ғой, сүндетке отырғызған баланың артынан тұрып намаз оқимыз ғой. Әйел адамның сенімі тұңғиығына түсіп кеткен теңіздің баланы көтеріп шығарады да. Бұл жақта әйел адам мен бұл баланың ұлының қарым-қатынасы сенім, анасының тарапынан, әкесінің тарапынан тәрбие. Жаңағы, алдыға мақсат қойып, жету, шыдамды болу деген сол жағына әкесі тәрбиелейді. Енді әкесі жоқ па сонда бұл баланың? Ол туралы ақпарат. Жарайды, анаңызға отырып, метод сэндвича бірінші жаңағы айтыңыз. Мама, анам осындай сізде анам бар екеніне ризамын. Жақсы, плюс жағын айтасыз. Потом ортасына жаңа негативті пихать етіңіз. Сіз соңынан жаңағы снова мамаңызды мақтап қойыңыз. Риза болды, ақырындап сөйтіп. Енді мына егінді егеміз ғой біз. Егінді көктемде егеміз. Сразу жинап аламыз ба жазда? Қашан жинаймыз? Күзде күтеміз ғой. Сол сияқты ақырындап айта беріңіз. Егінді егіңіз, біраз уақыттан кейін анаңыз өз-өзіне келеді. Ол толық сенімді болады. Мен балам өткенде болды енді айтпаймын деп. Біз енді әйел адамыз ғой, мысалы беріліп кетеміз. Өткенде балам айтып еді ғой деп. Жақсы, нақты, нық сезім, ересек сезімде отырып анаңызбен сөйлесіңіз. Анашым, рахмет, сіз осылай мені күшті, сондай мейірім махаббатыңызға бөлейсіз. Ондай жетпей жүрген қаншама ата-ана бар. Сосын минусын айтасыз. Мама, анашым, сіз мені сөйтіп достарымның арасында құрбыларым қоғамда мен сөйтіп жатқанда мен өз-өзімді бір әлсіз, кішкентай бір сәби сияқты сезініп қаламын, мама. Маған ол, наоборот, кері әсерін тигізіп жатыр. Анашым, енді сіздің түсінігіңіз өте терең ғой. Ақырындап соны айтуыңызды доғарсаңыз дейді. Енді әдет, ауру қызды әдет қылмайды дейді ғой. Біраздан кейін ол кісі қояды. Бірақ шыдам, әдемі көркем мәмілемен жеткізсеңіз. Сәбеттің кезіндегі тақиялы періштеде де солай ғой. Дұрыс айтасың. Барлық мамасының көрсеткен қыздарының бәріне барады. Мама, сіз күшті қыздар таңдапсыз, бәрі әдемі екен. Бірақ маған мына қызын айт деп тұрып, кейін барып көрсетеді ғой. Ол сондай болу керек сияқты.
сияқты андай бір болды мама сенің айтқаныңды тыңдамаймын, сенің еркелеткенің маған дұрыс емес деп емес, жаңағы жайлап майдалап қана енді ол қалыптасып қалған үлкен тұлға болып тұрған адамға сені өмір бойы әкелген маған тәрбиең нең дұрыс емес, мені еркелетпе демей жайлап қана түсіндіру керек, сол кезде ғана бір жемісін береді деп ойлаймын. Жеке шекара сол кезде ғана қалыптасады. Иә. И біз жаңа қазақи тұрғымызда айтамыз ғой, үлкенді сыйлау деген, жаңа 50-ден кейін психологиялық тұрғыда 50-ден кейінгі кісілерге бізде мысалға жаңа халықаралық деңгейде зерттеулер бойынша ғылыми біз терапияны глубокий жүргізбейміз. Ол кісілер тек қана қолдау мақсатында жүргіземіз да. Себебі олар өте сезімтал болып кетеді, балалық сезімге қайтадан кіреді да. И сондықтан мысалға ата-анаң, мысалы менің мамам өзі айтады, сен баланы дұрыс тәрбиелеп жүрсің, психологпын деп, ана қызыңды мүлдем еркелетіп тастапсың дейді. Мен іштегі Айша қызым өте ерке енді. Ерке болғанда біз еркін тәрбие беріп жатырмыз. Сенің қалауың маңызды, менің қалауым маңызды. Мен бүгін балабақшаға бармаймын дейді. Шешім қабылдадым мен дейді. Мен өзім шешем, өзім өмірім үшін дейді. Жақсы. Себебі бүгін ағасы, сестралар қазір каникул ғой үйде. Сонымен үйде жатыр. Мен де демалыс аламын дейді. Сондықтан бұл жерде ата-анамыз, мен мама мысалға сөйтіп мен ұрсып жатқанда, мен айтпаймын ғой, мама мен халықаралық дәрежедегі психологпын, мен 8 жыл психологияны зерттеп жатырмын, 12 жыл болды тәжірибем бар, мен дұрыс айтып жатқан жоқсың демеймін. Мен айтам, я мама деп тыңдаймын, соны тыңдап отырсам, оказывается ол кісінің ниеті мен шай ішсін деп отыр екен да. Мына шайыңның бетіне мұз қатып қалатын болды. Әкем айтады, ананың балаларын алып кетші қызым чай ішіп алсын дейді. Қарт айтатын болды, мына 3 бала менің қызымда деп. 3 балам бар ғой мен мысалы. Соны айтып, болды енді тума. Дұрыстап өзіңмен өмір сүрші енді деп. Мен айтам, мама, оны сіз шешпейсіз ғой деп. Енді ол жерде мен ақталып или қарсы шықсам, ол кісінің просто ниеті мен шай тамақ ішкенімді қалап тұр да. Ол мені бала сияқты қабылдап тұр. Мен ол психолог не дегенді қабылдап тұр. Жоқ, мен хорошо, мам, шайды ішем дедім. Қыздан дұрыс тәрбиелеп жатқан жоқсың дейді. Жақсы мама деймін. Мен мамам үлкен енді үздік ұстаз болған кісі, 45 жыл қызмет еткен мұғалім кісі ғой. Бүйтіп, мен мына үлкен сақина, мен қанша баланың мына төбесінен ұрдым. Солар әкім болып отыр, ана министр болып отыр. Сол сияқты ұрып қой, ана күйеуің кеткенде ұрып қой балаларды дейді. Мен айтам, жақсы мама деймін. Бірақ мен оны істемеймін. Мен просто ол кісіні тыңдаймын. Мен қабылдаймын. Ол кісінің жүрегі ауырып қалмасын. Үлкен кісі ғой енді 60-тан асты мен анам мысалы. Мен тыңдаймын, мам жақсы. Ұрайын ба сонда? Ұрып шымшықпай дейді. Жақсы деймін. Поколение Z бірақ ұрып шымшуға болмайды. Олар сотрудничество, олармен келісім сөз, олар сондай ақылды болып өмірге келіп жатыр. Ақыр заманның балалары дейді ғой қазір. Олар өте ақылды, өте терең сезімтал. Мама, сен неге тырысып беріп жатсың маған ақшаңды? Алмай қояйын жарайды. Қазіргі балалар. Олар өте сезімтал. Мына жағына келсек, тез сынып кетеді сезімталдығынан. Суицидалды не, энурез, төсекке жіберіп қою, клиптомания, ата-анасының сумкасынан ақша ұрлау. Мысалы, сондайға кетіп жатыр мысалға балалар. Себебі мына жақта жаңа махаббат мейірім берілмеген. Ортасын ұстануымыз керек, келісім шартпен тәрбиелеуіміз керек. Бізде көп жан қателік ойлайды, бізді де ұрып соғып өсті ғой, адам болдық жаңа, менің мамам сияқты. Тоқ тегізіп ұрдым ғой мен мына қызыл сақинасы, рубин көзі бар сақиным. Әлі бар ғой, сол сақинасы, бүйтіп ұрдым дейді, содан адам болды балалардың бәрі дейді. Ол X, Y біз выносливаймыз. Қазір Z не путайте. Қазір уақыт басқа, қоғам басқа, балалар басқа, ақылды. Жаңа 3 жасар қыздың айтып отқан, мен 3 жасымызда түксізбен құмырнымыздан бақамыз ағып, ағаш ойыншықпен ойнап, топырақтан торт жасап, бетіне бақабақ, сары бақабақты қойып, саған мәзбіз. Қазіргілерің анандай крутой игрушка меломаннан, Марвиннан алмасаң, менсінбейді қазір. Ол меломаннан алмасаң, анауың несі репликасы деп оны менсінбейді. Балалар басқаша, олар біздің эволюциялық дамыған түріміз ғой, сондықтан оларға шектеу қоюдың қажеті жоқ. Серіктес болу. Сен окей, я окей деп, сен де окейсің, мен де океймін деген тең неде дәрежеде ұстану, бірақ біздің қазақи салт дәстүрімізді ақырын, оны тең дәрежеде ұстайсың ғой, сол кезде ақырын кіреді оның миына. Ақырын жеткізу, келісу арқылы, келісім шарт арқылы. Түсінікті. Осындай бір әңгіме есіме түсіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, даму туралы кітап жазады ғой, Джон Кехо ма, канадалық жазушы. Сол кісі өзінің әйелінің басынан өткен оқиғаны баяндаған екен. Отбасымен жаңағы кішкентай қызды алып кітап дүкеніне барған ғой. Кітап дүкеніне шатаспасам. Жаңа қызды ұмытып кетіпті ата-анасы. Сөйтіп терезеден қараса, уже әке-шесі машинаға мініп кетіп бара жатыр екен. Ізінше сол жаңағы кітап дүкенінің қызметкері енді қызды үйіне апарған ғой, адресін бәрін үйретіп қойған ғой қызға. Сөйтіп үйіне барса, қызыңызды ұмытып кеткен жоқсыз ба десе, анасы шығып сенімді түрде жоқ депті. Оны кішкентай қыз естіп тұр. Одан сайын көңілі түскен екен да. Сонда дейді да, бұл кісінің жаңағы сол кісінің әйелі ғой енді.
сол сәттен бастап ойланып жаңағы ата-анасының көзіне түспей қалудан, байқалмай қалудың амалын жасап, бірақ өмірінде көп жетістіктерге жеткен екен. Бұл кісінің негізгі айтпағы бұл жерде позитив жағын көру дейді да, жаңағы қиындықтың. Біз айтады ғой, хайыр бар деп айтып жатады. Сол сияқты меніңше жаңағы біздің жастардың хабарласып жатқан мәселелерінің бәрінде бір жаңағы плюс жағын дей ма, көру керек сияқты осы жөнінде. Сол жаңа енді тура айтып отырмыз ғой, мысалы бағанадан бері ниетіне қарау керек та, ата-ананың. Ешқандай ата-ана, мысалы маған көп қыздар жазады, мен ата-анам маған тұрмысқа шық деп айта береді. Жаңағы не істеймін, мен оларға кедергі болып жатырмын. Мен айтамын, енді осыған жаман болсын, осы бір үйден кетсін, мен наныма ортақтаспасын деп айтпайды ғой. Саған жолдас, серік тапсын. Енді ата-ана мәңгі емес, ертең бір күні болмаса бір күні кетеміз. Сол кезде бұның қасында серігі болсын деп ниетпен айтады. Мүмкін ол қатты айтатын шығар, мүмкін ақырын айтатын шығар, бірақ енді әркім пендешілігіне байланысты әртүрлі айтады. Бірақ сен оның ниетін ғана қабылда. Ол саған жақсылықпен, анам сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс деп, тура жаңа Жанна ханым айтпақшы, менің де анам айтады, баланың психологы қамшы, сендер неге өйтіп үйретесіңдер? Мен айтамын, сіздікі дұрыс. Сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Бірақ мен балама өзім басқаша тәрбие беремін, бұл менің балам деген сияқты болды. Сол сияқты кез келген нәрседе позитивті жағын қарау керек. Ең жаман нәрсе біреуге жауап тастап, менің ата-анам бүйтті, ата-анам сөйтті, сондықтан мен осындай сорлымын деп өзіңді аяу ең жаман нәрсе. Ол сізді жетістікке апармайды. Ол ата-анаңызға ешқандай жақсылық әкелмейді, сізге ешқандай жақсылық әкелмейді, сіздің балаларыңызға ешқандай жақсылық әкелмейді. Сондықтан кез келген нәрседе керісінше сол нәрсені, жаңағы қазақта мақал бар ғой, пышақты дұрыс ұстасаң нанды турайды, қате ұстасаң қолыңды кеседі дейді. Сол сияқты сізге берілген тәрбиені дұрыс ұстасаң, сен онымен жетістікке жетесің, немесе өзіңді өзің тереңге батырып жібересің. Сондықтан бізді Құдай береді, ата-анам береді, туыстарым береді деп отыра бергеннен гөрі өзіңмен өзің жұмыс істеп, өзіңмен өзің алысып өткен дұрыс. Шәкәрім айтпақшы, жұрттың мінін тене бермей, өзіңнің мініңмен алысқан дұрыс. Дұрыс айтасыз, жаңа сіздің айтқан сөзіңізді бізде қазақта да айтып кеткен ғой, ата-анаң жынды болса байлап бақ деп. Оны қазір әлем психологтары негізі солай айтып жүр, яғни жалпы ата-ана біздің ойлағанымыздай болуға тиіс емес. Өзіміз де мүмкін балаларымызға идеал бола алмайтын шығармыз. Ешқашан идеал болмаймыз. Сондықтан жаңағы бүгінгі осындай бір сауапты тақырып болды ғой, соған келіп, жаңағы пікірлеріңізбен бөлісіп, ниеттеріңізді білдіргендеріңізге көп алғысымызды айтамыз. Сондықтан бізге бүгінгі тақырыптың түйіні ретінде қысқа қорытынды сөздеріңізді естісек, Жанна ханым. Жаңа айттым ғой, ниетіне қараңыздар, ниетіне байланысты ата-анаңызға ризамын. Ол кісілерді риза болу ата-анаңызға, сізді сол кісілер себепші болып Алланың қалауымен жер бетіне келдіңіз да, сол кісінің құрсағында жаттыңыз 9 ай. Ол кісі сізді көтерді әлсіреп, сондықтан ол кісілерге риза болу ата-анаңызға. Екінші, ол кісілерді сыйлау. Қазақтығы бар нәрсе үлкенді сыйла, құрметте. Үшінші нәрсе алғыс айт. Осы үш нәрсені жақсы көрем деп айт, люблю деп. Мен мысалға өзім терапиямда отырғызамда сразу звондатам. Әкеңіз, ой жоқ, енді проработка жаңағы ішінде кірінің бәрін жуып аламыз ғой. Сол звондатам, даусын громкоговоритель қойып. Пап, мен сізді жақсы көрем. Қызым, даусың естілмей жатыр, сет не пропала дейді да, мысалы. Сондықтан үш нәрсені ұстансаңыздар, жақсы көру, ата-анаңыздың жақсы жағына фокус ұстау, екінші сыйлау, үшінші риза болу. Минусовой фильтрларын, плюс жақтарын қараңызда, плюсын алса. Рахмет, Жанна ханым, біздің де эфир аяғына таяп қалды. Перизат ханым, өзіңізде бір-екі ауыз қорытынды сөзіңізді айтып жіберсеңіз. Ең басты сөйлесу. Бізде көп нәрседе біз жаңағы ішімдегіні біл деп отырамыз да, мен ренжіп отырмын. Ішімдегін тап менің дейміз. Жоқ, олаймыз. Сөйлесіңіздер, айтыңыздар. Сол адамға ренжідіңіз бе? Үшінші адамға барып жамандамай, менің анам маған осындай болып жатыр деп жамандағанша, анаңызға барыңыз айтыңыз, анам осындай болып қалған кезде мен ренжіп қалдым. Ол неге олай болып қалды? Сосын ол себебін түсіндіреді, мотивін түсіндіреді, сол кезде барып қарым-қатынас қалыптасады да. Бізде жаңағыдай ішімдегін білдейміз де, сосын реніш қабаттай береді, сосын ол жараға айналады деген сияқты. Сол. Яғни ол жаңағы реніш деген ең алдымен жапа шеккен адамға зиян дейсіз ғой, ол себебі реніш энергиясы сіздің осындай кішкентай ғана өміріңіздің жаңағы быт-шытын шығарып жіберуі мүмкін дейді ғой, былай айтқанда. Құрметті көрермен, бүгін біз сіздерге салмақты ой тастадық деген ойдамыз. Ендігі шешім, ендігі түйін өзіңізден. Келесі аптада қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.